Сәлем достар, Мираның асханасына қош келдіңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып тіркеліп өтіңіздер. Біз бүгін оливье салатын жасаймыз. Оған керек бізге майонез, картоп, сәбіз, тұздалған қияр, жұмыртқа, шұжық, горох және тұз бен қарабұрыш қажет болады. Піскен картопымызды өстіп суға пісіреміз да, осылайынан төртбұрыштап турап аламыз. Кубиктеп, енді сәбізімізді сөйтіп төртбұрыштап турап аламыз кубиктеп. Заттардың мөлшерін описанияға жазып кетемін. Суға піскен жұмыртқамызды да солайынан тураймыз. Мен халал шұжық алдым. Осылайынан бұны да төртбұрыштап турап аламыз. Мен салатқа пияз қоспаймын. Негізінде пияз қоссаңыздар да болады, оны да төртбұрыштап турап алып қосасыздар. Тұздалған қиярымызды ұзыннан бөліп, осылайынан жіңішкелеп пластик жасап аламыз да, оны да төртбұрыштап тураймыз. Барлық туралған заттарымызды көлемді ыдысқа салып, үстіне горохымызды саламыз. Горохымыздың суын төгіп тастаймыз да, өстіп горохтың өзін саламыз. Қарабұрышымызды қосамыз, тұзымызды қосамыз. Әркім өзінің қалауынша қосады тұз бен бұрышты. Енді осы туралған заттарымыздың үстіне майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл салатты барлық үйде жасайды деп ойлаймын. Жаңа жылда ең бірінші жасалатын салаттардың бірі. Достар, менің каналымнан басқа да қазақша рецепттерді көрулеріңізге болады.